Адамзат тағы да табиғатқа зиян келтірді. Godzilla күтпеген жерден Apex кибернетикалық компаниясының зауытына шабуыл жасады. Монстрды тоқтата алатын қаруды іздеу үшін корпорация басшысы Godzillаның отаны жердің орталығында жасырынған әлемге экспедиция жабықтайды. Алайда ол жерге жету оңайға соқпайды. Ал ғалымдар оларға көмек ретінде алып примат Конгтың жетекшісін шақыруда. Monster Zero қайтыс болғаннан кейін 5 жыл өткен соң, Конг пен Godzilla жер бетіндегі ең соңғы белсенді титандар. Бассүйек аралында климат тұрақсыз болды. Монарх қазір алып күмбездің ішінде тұратын Конгты бақылап отыр. Фильмде Конг және оның қамқоршылары өздерінің нағыз үйін табу үшін саяхатқа шығады. Жол бойында олар құбыжықтардың нағыз патшасы кім екенін біржолата шешкісі келетін ашулы Godzillaға тап болады. Осы уақытта қалада Apex Cybernetics деген жаңа зұлым корпорация пайда болады. Олар екі тіршілік есінде құртып, ғаламшарды адамзат үшін қайтарып алудың қулық жоспарын құруда. Берни Хейс, Apex корпорациясының қызметкері және Titan Conspiracy теория подкастының жүргізушісі. Пенсакола қаласында жаман әрекеттер туралы ақпарат жинады. Алайда Godzilla кенеттен нысанға шабуыл жасайды. Шабуыл кезінде Берни титанмен қарым-қатынас жасау немесе басқару үшін қолданылған құрылғыны ашады. Берни подкастының жанкүйері Мэдисон Рассел досы Джошқа Godzillаның шабуылдау себебін зерттеуді тапсырды. Фильм өзінің шынайы бет-бейнесін алғашқы сахнада көрсетеді. Legendary студиосының алдыңғы экшн фильмдері әлем тарихынан атмосфералық шежіре фонында актерлардың есімдерін, әскери карталарды сканерлеу, ЦРУ-дың құпия есептері, Дарвиннің дәйек сөздері, тағдырды бейнелейтін аналитикалық мақалалар көрсетілді. Гнустан бастап Гидораға дейінгі қарсылас монстрлар бірінен соң бірі соғыстан шығып, фильмнің атауындағы соңғы екі альфа титан шайқаста қалады. Режиссерлік орында қорқынышты фильмдердің маманы Адам Вингард алады. Ал авторлық топқа Эрик Пирсон және Терри Руссо жетекшілік етеді. Фильмде қалалар Лего тәрізді қирап жатыр. Барлық құрбандар көшенің артында қалады және құрбандар көзге ілінбейді. Құпия әскери зертханалар күзетілмейді. Реализм кереметтердің тұтастай калейдоскопына жол берді. Ауырлық күшіне қарсы ұшатын шатталдар, вакуумды пояс, хайперлоп, ауқымды голограммалар, виртуалды джунглилер және қуыс жердің таңғажайып табиғат көріністері. Фильмде қажетсіз сұрақтар туғызады. Мысалы, Монтра культінен шыққан егіздер мен дәрігер сейсмолог маман қайда жоғалып кетті? Экотеррористер Гидораның кесілген басын қандай мақсатта берді? Фильм кезінде Godzillаның жақсылығына сенген монстрлар патшасының зоологы қашан одан көңілі қалуға уақыт тапты? Сұрақтар жауапсыз қалды. Godzilla диалогиясы мен сюжеттің ресми байланысына қарамастан, жаңа оқиғаның басты кейіпкері Конг болып шықты. Вингард көбінесе құбыжықтардың реакциясы мен эмоционалды күйін байқап, жақыннан түсіреді. Фильмдегі Конг қатыгез, сонымен бірге риясыз, тіпті қамқор болады. Ақырында Конг адам әлеміндегі жалғыздығын және қуыс жердегі көріністер өзінің лайықты тағына қайта отырып, қудаланған патшаға айналдырды. Сонымен қатар, есту қабілетінен айырылған Джея Конгты гуманизациялайды. Айтпақшы, оны ойнаған Келли Хотл шынымен де есту қабілетінен айырылған. Өмірге деген құштарлығы бар кішкентай актриса Джея алыппен жанасатын достығы көрермендерге Конгты түсінуге мүмкіндік беріп қана қоймайды. Кейіпкерлер тілінде сөйлеседі. Сонымен қатар режиссер үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Вингард Джеяның көзқарасы арқылы бірнеше көріністерді көрсетеді. Фондық дыбысты өшіріп, тек негізгі шудың жаңғырығын ғана қалдырады. Жараланған кейіпкердің сөніп бара жатқан жүрек соғысы, жаңбыр тамшылардың жеңіл дауысы, немесе Godzilla жақындағанда кеме металының гүрілі. Godzilla мен Конгтың барлық қарапайымдылығына қарамастан, өте керемет фильм деп айтуға ерте. Монстрлардың патшасы сияқты көркем емес, бірақ бәрібір есте қаларлық бейнелер мен бөлшектерге толы. Мысалы, Godzillаның алғашқы пайда болуы үлкен су астындағы толқын кенеттен ұшырып жіберген патрульдік қайық арқылы көрсетілді.
Қазіргі кезде бірінші шайқастың қызған кезінде Конг жауынгерлік ұшақты ұстап алады да, оны еппен ұшырып жібереді. Он жетінші ғасырдағы теорияны бастапқыда ағылшын астрономы Эдмунд Галлей алға тартты. Ол жердің ойық орталығы бар деп тұжырымдады. Галлей жердің шамамен 800 км қалыңдығы бар қуыс қабықтан тұруы мүмкін деп болжады. Оның екі ішкі канцтерлік қабығы мен ішкі ядросы болады. Галлейдің гипотезасы ақыр аяғында жоққа шығарылғанымен, жазушылар мен кинорежиссерлердің қиялын жаулап алып, шытырман оқиғалы фантастиканың танымал моделіне айналды. Legendary Pictures Monsterverse әлемінде қуыс жер туралы идеяны бізге алғаш рет монархтың Уильям Ранда бастаған топпен бірге бассүйек аралымен таныстырды. Бұл фильмде жердің қуыс теориясы дәрігер Хьюстон Брукс біздің ғаламшарымызда қуыс арналар бар деп сендірді. Әлемнің бір шетінен екінші шетіне оңай қол жеткізуді алға тартты. Уолтер Симмонс пен Apex кибернетикасына ғаламшардың өзегін табуға көмектесетін қуыс жер маманы дәрігер Натан Линдпен кездесеміз. Фильмнің басында дәрігер Линд генетикалық жады туралы және олардың қуыс жерге саяхат жасаудың кілті болатындығы туралы бір мәнді түсініктеме береді. Бұл жағдайда Конгтың үй идеясы қандайда бір түрде оның ДНК-сына сіңген. Дәрігер Линд Конгқа өзінің қуыс жердегі үйіне қайту үшін генетикалық компас ретінде пайдаланды. Уолтер Симмонс әлемді бағындырғысы келетін жауыз емес. Алайда Годзилла соңғы 3 жылда алғаш рет материкке шабуыл жасауға итермелейтін Мехагодзилланы жасау әрекетіне қарсылық көрсетті. Неліктен Годзилла өзімізді жаппай қырып жоятын қаруымыз болғанын қаламайды? Жауабын өзімізде білеміз. Мехагодзилла деген кім? Шындығында мұнда ерекше ештеңе жоқ. 1974 жылғы түпнұсқа фильмде Мехагодзилла бөтен жатқаламдық суперқару болды. Apex Кибернетикстің Годзилланы жеңіп, монстрлар королі атағын қайтарып алу үшін жасалған роботы. Мұнда Мехагодзилла органикалық технологияның бөлігі ретінде ұсынылған. Оның денесі жасанды, ақыл ойы соңғы фильмде алын сақтап қалған Гидораның 3 бас сүйегінің біріне байланған. Псионика, ми толқындары және нейроклиниктер көп нәрсемен байланыстырды. Бастапқыда Мехагодзилланы басқаратын адам керек болды. Рен Серизава, Годзилладағы Исиро Серизаваның ұлы, өздері шығарған ерекше энергияны қосқан жерге жорық жасап, жеке ақыл ойын дамытады. Уолтер Симмонс бақылаудан шыққан Мехагодзилланың қолынан қаза табады. Қуаттау кезінде ақау пайда болып, роботпен байланыстырылған Рен де қайтыс болады. Қуыс жердің ерекше энергиясы Гидораның ұйықтап жатқан бас сүйегінің өмірге келуіне және Мехагодзиллаға енуге себепші болды. Бұл елес роботтың жасанды интеллектімен біріккенде мүлдем басқа құбыжық дүниеге келді. Сонымен Мехагодзилла қайта туылған Гидора Годзилладан кек алмақ болып, екеуі де шайқасып, Гонконгты шайқас кезінде тас-талқан етеді. Конгпен шайқаста әлсіреген Годзилла оны аяусыз жеңіп, мойынсынуға мәжбүр еткен Мехагодзиллаға тең келе алмайды. Гонконгтың зәулім ғимаратының ортасында өрбіген финал Вингардқа экранды керемет неон шамдармен көмкеруге мүмкіндік береді. Режиссер монстрлардың қақтығысын қаныққан қарама-қарсы түстермен ерекше атап көрсетеді. Көк және қызыл, жасыл және күлгін. Шайқастан әбден титқыған титандар алғаш рет бірін-бірі лайықты қарсылас ретінде танығанда, олардың біреуі мықты болып шығатын екеуі де білді. Бүкіл фильмде олардың арасында әртүрлі нәтижелер мен көптеген қақтығыстар орын алады. Кімнің күшті екені соңғы шайқаста шешілді. Годзилланың аузына балта тиген көрініс шынымен 1962 жылғы фильмге сілтеме болып табылады. Годзилла бірінші кезекте айқын жеңімпаз ретінде көрінеді. Дегенмен Конг екінші рет күресіп жеңіске жетеді. Бірақ Годзилла үшінші раундта соңғы соққыны қайтарады. Годзилла титандардың шайқасына жеңіске жетіп, Конгты өлтіре алды. Содан кейін титан қайта тіріліп, бірігіп шайқасуы бұл мүлдем басқа әңгіме. Годзилла мен Конг жеңістердің статистикасында қателіктер бар. Мәселе мынада, бұл көрініс пандемия кезінде аяқталды. Сонымен бірге бір мезгілде басқа да істер жасады. Олар бір нәрсенің өзгергенін де байқамады. Конг Годзилланың эго бетін балтамен ұрып үлгерді. Сондықтан да соңғы шайқаста Годзилланың мінез-құлқы өзгеріп, кайдзю әлде қайда ашуланған жануарға ұқсайды. Мысалы, ол 4 аяғымен қозғалады. Қанша титанмен шайқасса да мұндай басымдылық көрсетпеген. Өлім аузында тұрған Конгқа Натан Линд бір ауырлықты еске түсіріп,
жүрегін отқа түсіру үшін оның кеудесіне жан беріп тұрғызып алады. Конг кейіннен қайта туылды. Алып Кайдзю Мехагодзилланың одан да зор қауіпіне қарсы тұру үшін бірігуге мәжбүр. Гонконгтағы жекпе-жек кезінде Мехагодзилла Розанды сәулесін тікелей Годзилланың аузына ату арқылы шаруасын бітіруге сәл қалды. Бұл Годзилланың бірінші фильмінде Гнусқа қарсы қолданылған дәл сол әдіс. Натанның командасы Конгты жандандырды, ал Джея Годзиллаға көмектесуге сендірді. Конг Годзилланы өлімнен құтқарады. Бірақ жеңіске жету үшін олардың бірлескен күштері жеткіліксіз. Конгты Мехагодзилла өлтіре жаздады. Дегенмен, Джош Бернің алкогольдік ішімдікпен Мехагодзилланы бақылаудан шығарып, роботты Годзилла мен Конг есін жиғанша тоқтатты. Конгта сиқырлы балта бар. Оның жүзі Годзилланың туыстарының тікенектеріне ұқсайды. Шешуші шайқаста Годзилла Конгты Мехагодзиллаға шаншу үшін қолданар алдында атомдық темен балтаны қуаттайды. Мехагодзилламен бірлескен қарсыласу ештеңені өзгертпейді. Мехагодзилланы жеңгеннен кейін Годзилла теңізге жай ғана жүзіп кетті. Мұндай аяқталу Конгтың сюжеттік желісіне сәйкес келмейді. Годзилла мен Конгқа қарсы блокбастер режиссері Адам Вингард студиямен жалғасын түсіру туралы келіссөздер жүргізіп жатыр. Бастапқыда Legendary осы фильмдегі франшизаны аяқтауды жоспарлады. Бірақ кассалық бағасы көтерілгенде шешімін өзгертті. Халықаралық кинотеатрлардан бюджеті $200 миллион құрайтын фильм $400 миллион астам пайда тапты. Сондықтан студия басқа фильм түсіру үшін Вингардты тартқысы келеді. Ақпарат көздеріне сүйенсек, болашақ таспа Конгтың ұлы деп аталуы мүмкін. Режиссер құбыжықтар әлемін қалай дамыту туралы көптеген ойлары болғандығын атап өткен. Фильмнің соңы Джея Конгқа Годзилланың оның жау емес екенін көрсетті. Ал Титан оған сеніп, бұрынғы қарсыласының өмірін сақтап қалды. Годзилла бұл әрекетті бағалады және Конгқа шабуылдауды тоқтатты. Мэдисон Марк Расселмен қайта қауышты. Титандар тіршілік ететін аймақтарын бөлді. Годзилла мұхитқа жүзіп, Конг үйге оралды. Өкінішке орай авторлар бізге серияның жалғасы туралы ешқандай көрініс көрсетпеді. Мұндай эпикалық ұрыс аяқталғаннан кейін Monsterverse-дің жалғасы болу керек екеніне сенімдімін.